Қосылды. Кеш жарық. НПА 77. Кешеде сіз алғаш болып кірдіңіз, иә, менің эфиріме? Айғаным, сәлеметсіз бе? Шәке, Габдиманова Айгерім. Баршаңызға сәлем. Қателеспесем, сіз НПА 77. Кеше бірінші болып кірдіңіз, иә? Бүгінде бірінші. Прям білім алуға, құқықтық қаржылық сауаттылығын арттыруға дайын отырған адамдар осылай сразу кіреді эфирде. Все. 100-ге жуық адам жиналды. Дауысым естіліп тұр ма? Қалдарың қалай? Ұйқыларың қанды ма? Красавица. Рахмет. Кеш жарық. Джумалиева, сәлем. Ұйқығанды, ертең дүйсенбіге дайынсыздар ма? Демалыс күндері мен осылай эфирді кішкене ерте өткізгенді жөн көрем, себебі дүйсенбіге ерте ояну керек. Жалпы түнгі 11-12-де инстада отырғанды қою керек деп ойлаймын. Сол үшін мен жексенбі, сенбі күндері осылай 7-8-дерде өткізіп жүрмін эфирді. Дауысым қалай? Естіліп тұр, иә? Дауыс қалай, достар? Бәрі анық көрініп тұр ма? Сәлем. Күшті лайк басып жатқанда рахмет. Сәлематсыз ба, ипотекадағы үй қалай бөліске түседі? Окей, егер мен даусым естіліп тұрса, сіздерге барлығы анық көрініп тұрса, онда сұрақ жауапты бастаймыз. Привет, Стамбулдан. Вау, супер! Біз как раз Турцияға жол жүреміз бе деп едік, пока уақытша тоқтатып қойдым мен. Себебі алға қойған кестемді қарасам, кішкене насыщенный екен, декабрьде барып келіп үлгермеймін ба деп отырмын. Я жақсы естіліп тұр, өте дұрыс айтасыз, рахмет, дауыс плюс. Супер. Онда сұрақ жауапты бастаймыз. Сәлеметсіз бе, мен инстаграмды ашқан бойда сіздің тікелей эфиріңіз басталып қояды. Бүгін 28 күн сізді көремін деп отырған. Алла бұйырса болады. Ипотекадағы үй қалай бөліске түседі? Егер ажырасу процесі болса сізде, онда бөліске судья сот шешімі бойынша бөліске түседі. Ол жерде ипотеканың қанша жылға алынғаны байланысты, кімнің қанша уақыт жұмыс істегені байланысты, және ипотеканың қанша теңгесі төленгеніне байланысты судья екеулеріне бөліп береді. Жалпы неке және отбасы кодексі бойынша ерлі-зайыптылардың үйленгеннен кейін ахажда тіркелген соң, яғни ЗАГСте тіркелген соң сатып алған кез келген мүліктері теңде 50-ге 50 болып бөлінеді. Ал енді ипотекаға қатысты әлгіндей жаңа айттым ғой, төленгені бар, төленбеген қанша жыл қалды, соған қарай ерлі-зайыптылардың келісімімен судья бөледі. Әдетте 50-ге 50. Егер екеуі ешқандай татулыққа келмесе, онда просто 50-ге 50 бөліп береді. Мысалға сізде 70 квадрат метр, может, 2 или 2 комнаталық, иә? 35 квадратынан бөліп береді. Ары қарай қарызды да екеуіңіз бөліп төлейтін боласыздар. Немесе былай істеу мүмкін. Кейде, мысалға, ипотеканың небәрі бір 3-4 жыл төленген, ар жағында тағы да 16 жыл бар болса, общий 20 жыл. Онда судья сұрау мүмкін, кейде күйеуі айтады, мен әйеліме қалдырам, маған ештеңе керек жоқ. Онда жағдайда полностью әйеліне қалдыру мүмкін. То есть бұл жерде әртүрлі іс индивидуальны шешіледі жеке-жеке. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ жауапты өткіземіз. Тездетіп. Бірден айта кетейін, осы эфирді көріп отырған өзге адамдарға эфирді 200-ге жуық адам көріп отыр. Бір-бірімізді сыйлаймыз, бір сұрақты 10 рет қайта-қайта қоя бермейміз. Біріншіден өзгелерді сыйлаймыз, екіншіден мен робот емеспін, қайта-қайта жауап беру үшін. Сәлематсыз ба, сіздің тегін сабағыңызды көріп біраз құнды ақпарат алдым. Аллаға сансыз шүкір, сізге пайдалы болғанына, түсінікті болғанына мен өте қуаныштымын. Естілмейді дейді, өзгелер дауысы жақсы естіліп тұр деп жауап берді. Мүмкін сіздің телефонның дауысын шығару қажет болар. Сәлем, реңің шаршаңқы ғой, жоқ, керісінше ұйқы қанған, без мейкап деген түрі бол. Просто боянбаған
ұйқыны қандырып мен офиске кішкене кітап оқып отырған. Гүлмира, әлеуметтік қызметкерлер қосымша жұмыс жасай алады ма? Әлеуметтік қызметкер кім именно? Социальный работник па, КГП, на ПХВ, сіздер при акимате жұмыс істейсіздер, иә, қосымша жұмыс істеуіне болады. Сот шешімін коллектор мойындамай отырса не істеуге болады? Сот шешімі заңды күшіне енген болса, коллектор сізге қатысты ешқандай мойындамағанда ол ары қарай ешқандай қадам жасай алмайды. Тіпті ол ертең коллектор сізді сотқа берген күннің өзінде сіз сол сотқа алып барып көрсетесіз, міне менде заңды күшіне енген сот шешімі бар деп. То есть мойындамаған күннің өзінде ол ары қарай ешқандай қадам жасай алмайды сіздің қолыңызда, вступивший в законную силу соттың шешімі бар болса. Досрочно жапсам үстіндегі переплата төленбейді ғой? Төленбейді, бірақ кейбір банктерде тиімсіз кредит алған болсаңыз төленетін жағдайлар бар. Мысалға алғашқы 6 айында досрочно жабуға болмайды, 9 айында досрочно жабуға болмайды деген странный условиялар бар, кредиттер бар. Егер сондай алған болсаңыз, онда қол қойып қойған болсаңыз, онда жағдайда сол көрсетілген айдың вознаграждениесін төлеу қажет болады. Ал егер сіз тиімді кредит алған болсаңыз, иә, переплата досрочкада төленбейді. Менің ағам кредит алғанда классасына гарант болыпты, енді ана кісі. Достар, сіздер байқайсыздар ма? Сіздердің сұрақтарыңыз қайталанып жатыр. Өткенде кешегі эфирдің төменіне бір қыз күшті коммент жазған. Бір сұрақты қайта-қайта қоя бермей, төмендегі пост видеоларды көріп шықсаңыздар деп. Вот мынадай сұрақ, гарант болған, кредит алған досы, ағам гарант болған, ал кредит алған адам төлемей жатыр. Енді не істеу керек? Осы сұрақ кешегі эфирде бір 10 шақты рет түсті, наверное. Бұл сұрақтың жауабы менің парақшамда тұр. Гарант туралы кәдімгі заңгермен сұрақ жауап деген видеоларды көрсеңіз, 1 минут 2 минуттық видеолар бар, иә. Арнайы сіздер үшін мен команданы шақырып, операторды шақырып, монтажын жасап, мына жерде кәдімгідей петличка дауыспен сіздерге түсіреміз. Просто чтобы қазақ халқының қаржылық құқықтық сауатын арттыру үшін. Ал сіздер сол дайын тұрған видеоларды көруге ерініп, просто бір сұрақты қайта қоя бересіңдер. Егер реально өзіңіздің сауатыңызды арттырамын десеңіз, парақшада бұл сұрақтың жауабы бар, төменге түсіп, бұрынғы посттарды көріп шығыңыз, иә. Давайте мен қайталанатын сұрақтарды просто оқымаймын. Если какие-нибудь там новые сұрақтар бар болса, жаңадан мен оларға оқып жауап беремін. А так бір сұрақты қайталап оқи берген, оны жауабын да қайталай берген, мне уже самой неинтересно, просто түсініңіздер. Ал көптеген сұрақтың жауабы қайталап айтам, менің парақшамда бар. Сол үшін төмендегі посттарды оқыңыздар, видеоларды көріп шығыңыздар. Мен, наверное, бекер түсірмеген шығармын, иә. Команданы шақырып, монтаж жасап, это все-таки труд, поэтому ол трудты сіздер қайта-қайта мында сұрақпен сұрап отырсыздар. Еңбекті бағалама деген ғой. Сәлеметсіз бе? Біздің айлықта түгел 10 мыңнан қиды, тәрбиешілердің 20 мыңнан бухгалтер дұрыс есептемеген деп бастық. Сонда бір жыл бойы қалай есептеген, солай бізді өтірік айтып қойды ма білмейміз. Бақытты 88. Вот такой, мынадай сұрақ мысалға менде қайталанған жоқ. Бұл сұраққа міндетті түрде жауап беру керек. Біріншіден, я түсінемін, кейде 1С программасында қателіктер болып, жұмысшының жалақысы дұрыс есептелмей, көбірек төленіп кетуі мүмкін. Мен тіпті өзім қызмет көрсететін бір компанияда осындай жағдай болған. Жұмысшылардың бірнеше жұмысшыға солай қате есептелген, мысалға әлгіндей зарплатасы. Біз оны анықтаған күні сізде мысалға сразу удержание жасады, 10 мыңнан сразу ұстап қалды, кейбір тәрбиешілерден 20 мыңнан ұстап қалды. Осындай нарушение болған кезде, то есть переплата по зарплате болған жағдайдың өзінде жұмыс беруші сіздің рұқсатыңсыз сіздің жалақыдан ұстай алмайды. Вот мен заңгер ретінде ол компанияда не істедім? Переплата болған 3-4 ай бойы 10 шақты сотрудникке. 10 шақты сотрудникті соларды шақырып, мен оларға ситуацияны түсіндірдім, және письменный уведомление бердім. Сіздерге осындай қате есептеліп, үстіне көбірек ақша төленген, 3-4 ай бойы переплата мынанша сумма. Егер сіз келісім берсеңіз, біз осы сумманы сіздің жалақыңыздан ұстап қаламыз. Егер бір айлық жалақыдан сразу ұстауға келіспесеңіз, мысалға, бір айлық жалақысынан ұстасақ, біз оның 30 немесе 40% ұстауымыз мүмкін еді. Егер онымен келіспесеңіз, мен сізге екінші вариантты ұсынам, бұл график жасау. То есть мына қарызды, мысалға, образын алайықшы, переплата 50 мың болып кетті дейік, 4 айдың ішінде. 50 мың переплатаны біз 5 айға дейін сізбен бөліп, график жасап, әр ай сайын 10 мың теңгеден ұстап отырамыз, егер келіссеңіз. Үшінші вариант, сіз келіспеуіңіз мүмкін, қателіктеріңіз өздеріңіздің проблемаңыз деп просто келіспеуіңіз мүмкін. Окей, ондай жағдайда біз сіздің жалақыңыздан ұстамаймыз, бірақ заң бойынша
оны мен доказать етіп сот арқылы сізден өндіріп алуға мәжбүр боламын. То есть 3 вариант. Сондықтан егер сіз бақытты 88 келісім бермеген болсаңыз, сіздің жалақыдан бірден 10 мың теңге, 20 мың теңгеден ұстап қалуға құқығы жоқ. Сонымен қатар сіз тіпті келісім бермеген күннің өзінде олар сотқа беріп, соттың шешімімен ғана ұстап қалады. То есть бұл жердегі нақты сіздің түсінетіндеріңіз, жалақыдан ешқашан жұмысшының келісімінсіз бір тиын ұстап қала алмайды. Даже если ол бұрынғы переплата, бухгалтердің қатесі болып көбірек зарплата төленген болса. Егер жұмысшы келіспеген жағдайда сот арқылы ғана өндіріп алуға болады, немесе әлгіндей мен сол компанияда жасағандай, біз жұмысшылардың әрқайсысымен жағдайына қарай 5 айға, біреумен 6 айға график түздік. Және сол график бойынша біреуінен 7 мыңнан, біреуінен 5 мыңнан бөліп ұстап отырдық. Себебі жұмысшылар расчет жасап көрсетті ме оларға, олар түсінді. Шынымен де зарплатаны оларға көп төленіп кеткенін. Сондықтан бақытты 88 бұл орайда сіздің құқығыңыз бұзылған. Сәлематсыз ба, мен ипотекадағы тұрған үйді мен тек нотариус арқылы договормен алдым, бірақ үй хозяйкасының атында, осыған қандай ақыл айтасыз? Сауытбаева 4 ипотекада тұрса, то есть ол үйдің хозяйны сатушы, үйді сатушы, үйді ипотекаға алған. Және соны сізге сатқан. Ипотекадағы үй дегеніміз нені білдіреді? Бұл кепілде тұрған үй дегенді білдіреді. То есть қарапайым мысал, Асан ипотекаға үй алды 20 жылға. Оны 10 жыл бойы төледі, қалған 10 жылы төленбеді. 10 жылы төленді, енді оны Үсенге сатады. Үсенге сатқан кезінде ол чисто нотариустен сата алмайды, нотариустен договор жасап, егер әлі 10 жылы төленбеген болса. Себебі Асан әлі полноценный хозяин болған жоқ, ол ипотекада, ол банктың үйі. Ал егер де ипотека полностью жабылған болса, мысалға Асан 20 жылға алды, бірақ оны досрочно 10 жылдың ішінде жауып тастады. Онда без проблем. Ол Асанның атына өтті, ол банктегі залогтан шықты, онда нотариус арқылы жай ғана келісім шарт жасап, купли-продажа, онда өзіңіз алуыңызға болады. Скорее всего, егер сізде нотариус арқылы договормен алған болсаңыз, мына жерде Сауытбаева 4, ол ипотекамен алынған үй полностью ипотекасы жабылған болар. Жабылмаған жағдайда нотариус сізге договор купли-продажа никак жасамайтын еді, себебі база бар. Нотариустың базасында сразу шығып тұрады, бізде ипотекадағы үйлер кепіл залог ретінде сонда тіркеледі әділет департаментінде. Сон арқылы әділет департаментінде, недвижимость бөлімінде. Мына жерде шығып тұрады, мынадай банкте, мысалға Сбербанкте залог мынадай договормен деп. Осындай залог деген белгі тұрса, ЕГОВтан шыққан справкада, сіз ол үйді ала алмайсыз, және нотариус ол үйді ешқашан сіздің атыңызға өткізе алмайды. Дәл қазір сізге айтар кеңесім, просто ЕГОВтан өзіңізге справка шығарып алыңыз, о наличии, отсутствии недвижимого имущества деген справканың түрі бар ЕГОВта, соны шығарыңыз. Егер сол жерде сіздің атыңызда үй шығып тұрса, все, без проблем, ол үй сіздікі. Скорее всего, оның ипотекасы жабылған. Кредит жапқаннан кейін страховканы қайтарып алуға болады ма? Кейбір жағдайда қайтарып алуға болады, кейбір жағдайда қайтарып ала алмайсыз. Ол туралы толығырақ мәліметті мен тиімді несие курсының 6-шы сабағында түсіндіремін. Жаңадан бастап жатырған заңгерлерге неден бастау керек, қандай кітап оқулықтарын бастаған? Законодательствоны оқисыздар, обязательно. Процессуальный законодательство, кодекстерді оқисыздар, және барынша практика қажет. Себебі мен өзім колледжді чисто теориямен бітіргем колледжді. 18 жасымда экономический сотқа жұмысқа барған кезде менде прям не болды? Қалай айтсам болады? Стресс болды, үлкен стресс. Из-за того, что практики было мало. Оның үстіне мен практикам уголовкада болған, ал экономический суд гражданский делаларды, компаниялардың істерін қарайтын сот қой. Сол жерде менде қиындықтар болды. Сол үшін кодекс оқисыз, процессуальный кодексті, және міндетті түрде практикаға ілінуге тырысыңыз. Қазір кейбір юридический компаниялар бар, студенттерді жұмысқа алады, полставкаға жұмысқа алады. Мысалға сіз 4 сағат жұмыс істеуіңіз мүмкін. Менің кредитім аресте болған, оны төлеп болған, енді комиссия төлейсіз дейді, дұрыс па сол? Комиссия, егер ісіңіз коллекторда болса, ешқандай комиссия төлемейсіз. Ал егер сіз жеке сот орындаушы арқылы төлеген болсаңыз, частный судебный исполнитель, онда сіз комиссия емес, жеке сот орындаушының қол ақысын төлеуге міндеттісіз. Ол туралы пост бар, парақшамда оқып шығыңыз. Гүлмира, біз осы жерде сізге қатысып отыратын Қуанышбек Гамида деген әйел Эйр Астанада істеймін деп, бізден 25 адамнан 60 миллионнан астам ақшамызды алып отыр. Алиева Гүлжаухар. Бізде бір ситуация болған.
менің парақшамда отырған қыз өзгелерге осындай кредитке қатысты сұрақ қойған кезде оларға ұсыныс жасаған, вот мен Гүлмираның типа сабақтарына қатысты, мен сізге көмектесе аламын, Каспийдегі кредитіңіздің жартысын төлесеңіз мен сізге қалғанынан құтыласыз дегенде жауап берген. То есть ол кісі айтқан, мен Гүлмираның сабағына қатыстым, кредиттен құтылғыңыз келсе қазір маған 250 мың теңге төлеңіз, Каспийдегі 1 миллион теңге кредиттен құтыласыз деп, мен сізге тиімді жауап берем деп. Хотя мен сіздерге ешқашан өз парақшамда жарнамалап біреуді көрсеткен жоқпын. Міне мына кісі менің ізбасарым, болған сенуге болады деп. Но ол кісі осындай тікелей эфирде сұрақ қойған адамдардың ішіне солай жекесіне шыққан дайректке. Түптің түбінде сол оқырман оған сеніп 250 мың ақша төлеген. Не ана оқырман жоқ, парақшасын маған жіберді, бірақ парақшасын маған жібергенде мен ол кісіге не деп тиісуім керек? Неліктен? Сенген өзіңіздің кінәңіз. Сол сияқты Алиева Гүлжаухар, Гүлмираның парақшасында отырғандардың барлығы адал, 100%, олардың ниеті таза. Гүлмираның парақшасында отырған әрбір адамға сене беруге болады деген гарантияны бермедім ешкімге. Сондықтан Гүлмираның парақшасында отырған деп маған сілтеме жасамауды сұраймын, себебі мен өзімнің атыма кір келтіргім келмейді. Сол үшін тіпті мен парақшамда әлі күнге дейін жарнама жасамаймын. Может, в будущем жасаймын тексерілген тауарларды. Бірақ сіз мына жерде жазыңыз ғой, сіздің парақшаңызға қатысып отыратын деп. Пожалуйста, кішкене сортировка жасаймыз, иә. Егер сізді алдаған алаяқ болса, просто полицияға барып шағымданасыз. Барлықтарыңызға осында отырған 356 адамға айтарым, менің парақшамда отырған кез келген адамға сене беруді кеңес бермеймін. Олар просто сіздер сияқты отырған адамдар. Мен білем, менің парақшамды қаншама ер азамат заңгерлер аңдайды, әйел азаматтарды аңдайды, менің курстарымды көшіріп, программаны көшіріп, жасырып сатып жүргендер бар. Тіпті менің посттарымды өзгертпей, просто скопировать етіп алып, өзінің парақшасына салып жүрген ер азамат заңгерлер бар. Сондықтан барлығына сенуді кеңес бермеймін. Гүлмираның сабағына қатысты мен сізге кеңес бере алам деп айтқан адамдарға да сенуді кеңес бермеймін. Неліктен? Себебі мен білмеймін, олардың пиғылын білмеймін, мен біреуге гарантия бере алмаймын ғой ешқандай. Мына жағдайда Алиева ханым 25 адамнан 60 миллионнан астам, кейбіреулер ақша жоқ дейді, сөйтсе мына жақта алаяққа 60 миллион беріп жатыр. Полицияға шағымданыңыздар, 25 адам жиналып. Бірден жиналып шағымдансаңыздар, қылмыстық іс қозғауы мүмкін. Бірақ, пожалуйста, бірден айтамын, Гүлмираның парақшасында деген сөзді алып тастаңызшы өзіңіздің. Осы іске қатысты бір жерде айтқан кезде Гүлмира Қарасайдың парақшасында отыратын адам деп айтпауды сұраймын. Потому что менің парақшамда отырған 164 мың адамның барлығына мен гарантия бере алмаймын. Менің атымды ол жерде атамауды сұраймын. Себебі жеке маған шығып, мен сұрамадыңыз, сіздің парақшаңыздағы осындай адам, мен оған сенуге болады ма деп. Тіпті сұраған күннің өзінде мен барлығына айтамын, сенбеңіз, мен білмеймін. Мен сіз үшін біреудің үрім бұтағын, ниетін тексеріп шықпаймын ғой. При досрочном погашении сумма азаймаса, вознаграждение не істеуге болады. Но, скорее всего, негізі азаймайтын жағдай болмайды, егер сізде тиімді кредит болса. Кейбіреулеріңіз тиімсіз кредит алғансыздар до того, что сіздерде вознаграждение белгілі бір айға дейін төленуі керек деген условиямен. Мен білем, ондай договорлар бар. Егер сіз сондай тиімсізін алған болсаңыз, значит, сол период бітпегенше сізде пока вознаграждение алынбайды. Сол үшін мен сіздерге айтамын. Вот тиімді несие курсы сіздерге өмірлік азық болады деп. Невыгодный кредитті алып аласыздар, одан кейін оны тиімді тағы да жаба алмай жүресіздер, себебі ішінде кабальные условия. Кабальные ол тиімсіз өте, қарапайым тілмен айтқан кезде тиімсіз условиялармен. Сонымен қатар кейбір жағдайда вознаграждение алынбауы мүмкін, егер капитализация, бұрындары капитализация вознаграждение деген болатын. То есть сіз ұзақ уақытқа просрочкаға шығып кетсеңіз, мен ұзақ айтып отырған себебім просто сіздерге қалай қарапайым тілмен айтарымды ойланып отырмын, потому что финансовый тілмен айтсам түсініксіз болады. Мысалға, сіз бұрын просрочкаға шыққан болсаңыз, 1 жылға немесе 3-4 айға, сол айдағы вознаграждениені, сіз оды бойынша плюс вознаграждение бойынша просрочкаға шығасыз ғой, оны қосып сізге жаңа график жасап, мына вознаграждениені сізге одыға қосып жібереді. Осындай жағдайда сіздегі ол вознаграждение алып тасталмауы мүмкін, егер сіз ұзақ уақыт просрочкада болсаңыз.
Әскерге кеткен адамды жұмысына задним числом шығарып не істеуге болады? Шығаруға құқығы жоқ. Орын сақталу керек әскерден келгенге дейін. Әлеуметтік қызметкерлер, ой, бір сұрақты қайталамаңыздар. Қай банктен кредит алуға болады? Тиімді несие сабағына қатысып үйреніңіз, сізге қай банкте тиімді кредит алған тиімді екенін анықтау үшін. Менің онлайн кредитімді жартылай ұстап қалады. Қалған бөлігін Каспи жауып қойды. Не істесем болады? Егер сіз жалақы алып отырған болсаңыз, тек қана 50% ұстауға құқылы. Мысалға, мынадай жағдай болуы мүмкін. Сіз 100 000 теңге жалақы аласыз, Бекбауова Майра. Сіздің бухгалтерияға жеке сот орындаушыдан қаулы келді. Лаура Майраның 50% зарплатасын бізге жіберіңіз онлайн кредитті жабу үшін деп. Микрозайм, например, 50 000-ын соған ұстап отыр, қалған 50 000-ын сіздің шотыңызға жібереді, жалақы шотыңызға. Сол 50 000-ды Каспи ұстап қалып отырған болса, примерно осындай болса сіздің сұрағыңыз, ондай жағдайда Каспи банкке өтініш жазасыз, және жұмысыңыздан справка алып барасыз, что у вас и так 50% ұсталып жатыр оның деп. И так 50% ұсталып жатыр, қалған Каспи ұстамау үшін. Егер сіз зарплатный картаға алып отырсаңыз. То есть в любом случае сіздің хоть 5 банкте просрочкаңыз болсын, 10 банкте, құдай сақтасын, олардың барлығы қосылып, сізден тек қана 50%-ын ғана ұстап қалуға құқылы, қалған 50% жалақыңыз сізге өзіңіздің күн көрісіңізге қалу керек. Олай болмаған жағдайда әлгінде Каспиге, өзге екінші ұстап қалып жатқан банктерге өтініш жазыңыз, жұмыстан справка алып барыңыз, что у вас и так удерживается 50%. Автокредитті тиімді жабуға болады ма? Болады. Тіпті өткен тікелей эфирде бір кісі жазған болатын, 7-20-25 бағдарламасымен алған ипотеканы тиімді жауып жатырмын деп. Тиімді несие сабағына қатысып, сол сабақтағы амалдарды қолданып. Гражданский служащий ИП аша алады ма, рұқсат бар ма? Гражданский служащий аша алады, государственный служащий аша алмайды. Государственный. Егер сіздің жұмыс істейтін мекемеңіздің атауында ГУ деген сөз болса, государственное учреждение, мемлекеттік мекеме, именно государственное учреждение. Ондай жағдайда сіз ИП ашып, ондай табыспен айналыса алмайсыз. WhatsApp номерді таппадым айтасыз ба? Төменде марафонға тіркелу үшін WhatsApp деп тұр, 8-747-525-95-12. Сол номерде WhatsApp сақтаулы тұр. Немесе дайректке жазсаңыз, сізге сілтемесін береді WhatsAppқа. Просто WhatsAppқа номерді сақтаған соң, оны обновить ету керек сияқты кейбір телефондарда, сонда ол WhatsAppтан шығады. Сәлеметсіз бе, Гүлмира ханым, мен вахталық жұмыс жасаймын. Жұмыстан шығу туралы арыз жазуым үшін арыз жазылған күні, яғни демалыс күндерімде жаза беремін ба, әлде вахтадағы соңғы күніме арнап жазамын ба? Сұрақтың соңын түсінбей қалдым, шынымды айтсам. Давайте былай жауап берейін. Сіз мысалға сіз вахтадасыз, демалыстасыз, 15 күн істеп, 15 күн демаласыз. Ал кейбір жағдай болады, мысалға, әдетте сіздің как бы проще ответить вам. Сіздің компания жұмыс істейтін любой күні өтініш жазуға құқығыңыз бар. Мысалға, егер воскресенье сіздің компания жұмыс істемесе, воскресенье жаза алмайсыз. Неважно, может сіз вахтада 15 күн жұмыста істедіңіз, 15 күн демалып жатырсыз. Сіз үшін демалыс. Ал бірақ компания жұмыс істеп тұрма, онда сол күні жаза бересіз. Егер воскресенье компания жұмыс істемесе, ол күні жаза алмайсыз. Компания жұмыс істеген күні жазасыз. Тағы да ескеріңіз, өзінің жұмыстан шығатын туралы, яғни еңбек шартын уақытынан бұрын бұзу ниеті туралы жұмыс берушіге 1 ай бұрын хабарлауы тиіс. Мысалға, сіз 5 қаңтар күні жұмыстан шыққыңыз келсе, ол туралы 5 желтоқсан хабарлау керек. Егер жұмыс беруші сіздің орныңызға адам табылса, сізді 5 қаңтарға дейін күттірмей, одан бұрын жұмыстан шығару мүмкін. Ал егер орныңызға адам табылмаса, онда 5 қаңтарға дейін күту керек болады. То есть бұл жерде отработка деп түсінеді қазір көбісі. Негізі отработка емес, еңбек кодексінде көрсетілген за 1 месяц вперед жазуыңыз керек өтінішті. Пенсия алатын борышкерден алимент көбейте аламын ба? Алименттің размері неке және отбасы кодексінде нақты көрсетілген. Көбейтетін жағдай ол пенсия алатынына байланысты емес, ол баланың денсаулығына байланысты. Егер балаға күтім қажет болса, құдай сақтасын мүгедек бала болса, оны судьяға өтініш жазасыз, судья қарастырып көбейтуі мүмкін.
сәлеметсіз бе, директ қарай аласыз ба? Кезекпен қолым босағанда ғана директке жауап бере аламын. Жаңа бір кісі жазды ғой, WhatsApp шықпай жатыр деп. Ну, мен қолым босаған кезде бүгін, ертең немесе бүрсігүні оған WhatsAppқа ссылка жіберемін, и все. Қолым босаған кезде ғана директке жауап бере аламын. Сол үшін желательно сұрақтарыңызды мына төмендегі WhatsAppқа жазғандарыңыз жөн, ол жерде менеджер жауап береді. Ал директте мен өзім жауап беремін. Үлгерген, қолым босаған кезде ғана. Күні-түні директте отырмаймын. Атқарушы жазбаға қарсы жазба жазғанда қандай жағдайда күшін жою мүмкін? Әртүрлі жағдай, ол түрлері көп. Ақшаны теңгемен жинаған дұрыс па? 50% теңгемен, 50% доллармен. Мүмкіндік болса. Мүмкіндік болмаса, хотя бы 30% доллармен. 100% доллармен, ақш доллармен жинау дегенге келіспеймін, себебі сіз Қазақстанда тұрасыз. Сіздің расходыңыз, шығыныңыз теңгемен болады. Сол үшін кемінде 50% теңгемен болу керек. Егер бір адам 3 жерде жұмыс жасаса, болады ма? Иә, болады, егер оның бір күндік жұмыс уақыты 12 сағаттан артық болмаса. Мысалға, еден жуушы ол бір зданиені 2 сағат жуу мүмкін, келесі зданиені 4 сағат жуу мүмкін, арғы зданиені 6 сағат жуу мүмкін. Главное, бір күндік жұмысы оның 12 сағаттан артық болмау керек. 2006 жылы үйімді залогқа қойғанмын, 2 жылдай болды, төлей алмай тоқтатып тастадым. Банк тыныш, Форте банк, не істесем болады? Егер банк қашан қозғалатынын күтіп отыратын болсаңыз, ертең сізге бесповоротно банк сізден үйіңізді алып қоюға құқығы бар. Бесповоротно. Кейде біз осылай банк үндемегенге отыра береміз, кейін банктер сотқа береді, судебная реализация жасайды, одан кейін выселение жасайды. Выселение үйден шығару. Қарыздың көлеміне байланысты. Ол залогта тұрған үй болғандықтан, за счет этого залога банк вправе с вас взыскать. Ертең сот болып, выселение болатын кезде, одан кейін кейбір отбасылар шулайды, КТК-ны шақырып, вот біз үйден выселение жасап жатыр деп. А на самом деле, енді сіздер ренжімеңіз, мысал ретінде сізді айтып жатқаныма, 2 жыл бойы өзіңіз қозғалмай отырсыз. Форте банкке барыңыз, қарыздың көлемін сұраңыз, жаңа график жасап беруін сұраңыз, пеняны алып тастауын сұраңыз, төлеңіз. Әлде күтуіңізге болады, қашан банк менің үйімді сот арқылы алып қояды деп. Өздігінен кредит жабылмайды, достар. Ондай сказка жоқ Қазақстанда. Банк сізге тиіспесе, банк сізді ұмытып кетті деген сөз емес. Банктың базасында тұрсыз. Исполнитель надпись-то отменять еткенде никогда не будешь платить долг, или это на время отмены? Это на время отмены. Как вы можете не платить долг, Шырна Аделовна? Никак не вмещается у меня в голове слово «не платить долг». Как можно не возвращать долг? Разве это экологично? Разве это по-человечески? Вы же у кого-то взяли долг. Даже если это компания, эту компанию кто-то создал, директор. Он вложился в эту компанию, мысалға, қарызды қайтармау деген түсінбеймін. Даже если хоть микрозайм компаниясы, хоть банк болсын, он же открыл, он вложился в этот. Ойлаңызшы, егер жұрттың бәрі қарызды алып төлемей қойса, я не знаю, это будет хаос. Тем более не платить долг, это ни для вас, ни для ваших детей нехорошо. Хорошему не приведет. Отмена надписи – это временный эффект. Но что вы выиграете в случае отмены надписи? Так, мында қазақ оқырмандар түсінбей қалуы мүмкін, бірден айта кетейін, нотариустың атқарушылық жазбасының күшін жойғаннан не пайда деп сұрап жатыр мында Шырын деген ханым. Қараңыз. Сот сіздер микрозаймды кредитті төлемеген жағдайда сізден өндіріп алудың 2 жолы бар. Біріншісі соттың шешімі арқылы, екіншісі нотариустың атқарушылық жазбасы арқылы. Қазір көптеген банктер, микрозайм компаниялар сіздерден нотариустың исполнительный надписі, яғни қазақша атауы атқарушылық жазбасымен қарызды өндіріп жатыр. Енді бізде аресті шешу деген сабақ бар. Как раз аресті шешу сабағында біз осы нотариустың атқарушылық жазбасының күшін жоюды, шотыңыздағы аресті шешуді, жалақыдан 50% ұстауды тоқтатуды үйретеміз. Егер бұл сабақ қажет деп есептесеңіздер, төмендегі номерге WhatsAppқа жазсаңыздар, көмекшім жауап береді. Мұның қандай пайдасы бар дейді. Егер біз нотариустың атқарушылық жазбасының күшін жойсақ, мүлдем төлемей қоюға болады ма қарызды? Жоқ, ондай сказка жоқ. Онда отменять етіп қайтеміз дейді. Во-первых, сіз қазір жалақыңыздан 50% ұстап отырған болса, жалақыңызды 100% алатын боласыз. Егер арест шешу сабағына қатысып, нотариустың атқарушылық жазбасының күшін жоятын болсаңыз.
күшін жоюға өтініштің үлгілері қалай, не істеп қалай, оның барлығын мен инструкциямен шайнап үйретемін арест шешу сабағында. Және арнайы өтініштердің үлгісін беремін, заңды барлығын көрсетемін. Во-первых, сіз зарплатаңыздан 50% ұсталмайтын болады. Екіншіден, сіздің шоттарыңыздан арест шешіледі. Үшіншіден, шетелге шығатын болсаңыз, мысалға әлгіндей Кореяға жұмысқа бара жатыр, Турцияға оқуға бара жатыр, шетелге шығуға запретті алып тастайды. Төртінші не береді? Егер сіз қарызды нотариустың исполнительный надписімен төлейтін болсаңыз, оны отменять етпей, онда сіз жеке сот орындаушыға плюс 25% төлейсіз. Ал егер сіз нотариустың исполнительный надписінің күшін жойып, ары қарай өз еркіңізбен төлейтін болсаңыз, жеке сот орындаушыға плюс 25% төлемейсіз. Вот что вы выиграете. То есть 25% қарызыңыз азаяды. Не көбейеді? Оны өзіңіз таңдайсыз. Түсіндіре алдым деген ойдамын, иә? Халық банктен бұрынғы комиссиясын қайтаруға болады ма? Ол тема давно аяқталды ғой. Ұлттық банкке қалай арыз жазамын? Просто ұлттық банктың сайтын тересіз Google'дан, A4 парақты алып өтініш жазасыз. Просто A4 параққа любой өтінішті, вот мысалға мына жерде мен программа жасап отырған, A4 параққа жазасыз, қандай нарушение болды, осыны суретке түсіресіз, мүмкін сканерден өткізесіз, қолыңызды қойып ұлттық банктың электронды поштасына жібересіз. Ауылдағы мұғалімдер үйіне кім ремонт жасау керек, договор жоқ болса? Түсінбедім, ол сіздің өзіңіздің үйіңіз ба? Әлде сіз оны арендаға алып тұрып жатсыз ба? Ауылдағы жағы дипломмен ауылға деген программамен сияқты ауылда уақытша тұрып, сіз арендада тұрып жатқан болсаңыз, онда сізде міндетті түрде договор болу керек. Акиматтан договор сұраңыз міндетті түрде. Сол договорда анықталады, кім ремонт жасау керектігі. Скорее всего, текущий ремонт, евро ремонт емес, капитальный емес, то есть үлкен ауқымды, үлкен шығынды қажет ететін ремонт емес. Мына текущий ремонт бар, о кәдімгі полды жөндей салу, кішкентай жерін, немесе сылап, ақтап шығу, оны өзіңіз жасау керек. Мен бұл жауымша ғана. Негізінде сіз договормен жұмыс істегеніңіз жөн. Договор керек обязательно. Сұрап алыңыз акиматтан. WhatsApp-қа жазған сұраққа менеджер жауап береді, ал кейбір сұрақтар жеке заңгерлік кеңесті қажет ететін болса, онда заңгерлік кеңес алғаныңыз жөн деп жауап береді. Заңгерлік кеңес ақылы. Себебі мен мына жерде отырып, оны заңды ақтарып іздеймін, уақытым кетеді, еңбегім кетеді, сол үшін ол ақылы. Курсқа қатысқан адамда сұрақ қалмайды. Дұрыс айтасыз, келсем. Кешіккен сабағыңызды көре аламын ба? Қай жерден? Түсінбедім, кешіккен сабақ деген не екен? Қандай кешіккен сабақ? Сіз осыған дейін тіркелген болсаңыз, сабақтарға тек 20 күнге доступ беріледі. 20 күн ішінде көріп үлгеру қажет. Ары қарай доступ жабылады. Микрозайым сотқа бергеніміз данный тұрады ғой судебный кабинетте, ол басқа ештеңе зиян тимейді ме? Ештеңеге зияны тимейді. Азаматтық істер бұлар. Мысалға сіздер жаңадан жұмысқа орналасқан кезде сіздерден справка сұрайды, справка о несудимости алып келіңіз дейді. Ол уголовный іс бойынша, қылмыстық іс бойынша. А то, что сіз мына жақта микрозайым компаниясымен соттасқаныңыз, ол азаматтық іс, оның сізге ешқандай зияны жоқ. Бала күтіміне төленетін ай сайынғы ақша дұрыс есептелмеуі мүмкін бе? Мен сияқты айлық алатын мұғалімдер менен көп алған. Кейбір жағдайда дұрыс есептелмеуі мүмкін. Просто министерствоға өтініш жазыңыз, дұрыстап есептеп беруін сұраңыз. Өтініш жазыңыз, тексерсін расчетты. Подробный расчет сұрауға да құқығыңыз бар. Дұрыс айтасыз, жақсы көмек беретін видеолар бар, ерінбей қарап шығуға болады. Сол үшін жаңа мен ескерттім, қайталанған сұрақтарға жауап бермеймін деп. Инстадағы заңгерлерге сенуге болады ма? Боларкүл 67 білмеймін. Сразу айтам, білмеймін. Гадалка емеспін. Қай заңгерді айтып отырғаныңызды білмеймін. И вообще ол инстада ар жағында отырған адам вообще заңгер ме, заңгер емес пе білмеймін.
Менің атымнан онлайн кредит алсам, мен не істесем болады? Ол менің голдымды уақытша пайдалану арқылы алған. Өзіңіздің бұл жерде кінәңіз бар. Айымжан 662. Өзіңіздің картаңызды біреуге беріп отырсыз. Қаласаңыз полицияға шағымдануыңызға болады, алаяқтық бойынша. Но примерно болжаумен айтам, скорее всего, кінә өзіңізде деп айтуы мүмкін. Бірақ шағымдануға құқыңыз бар, қолданып көріңіз құқыңызды. Атымнан алаяқтар кредит алған, не істесем болады? Полицияға шағымданасыз. Шотымды ашу үшін банкті сотқа берсем болады ма? Егер сіз просрочкада болсаңыз, банк сіздің шотыңызға арест қойса, банк сотқа бергеннен пайда жоқ, потому что сіз кінәлісіз. Кез келген жағдайда сотқа жүгіріп барардың алдында ойланыңыздар, кімнің құқығын бұзды деп. Банк сіздің құқығыңызды ма, әлде сіз банктың құқығын ба? Егер сіз просрочкада жүрген болсаңыз, сіз банктың құқығын бұзып тұрсыз. Мұндай жағдайда сіз сотқа бере салғанмен, сіздің шотыңызды ашып беруге міндетті емес. Ал әлгіндей шотыңыздағы арест нотариустың исполнительный надписімен, атқарушылық жазбасымен қойылған болса, мұндай жағдайда WhatsApp-қа жазуыңызға болады. Аресті шешу деген арнайы сабаққа қатысып, өтініштер үлгісін алып, үйреніп, отменять етуге мүмкіндігіңіз бар аресті. Өзім ең карта беріп қойғам, алдап сұрады. Жаңа сұрағыңызға жауап бердім. Сәлеметсіз бе? Евразия банктан рефинансирование жасаған, берген суммасы сол қалып тұр, звондап сұрасам, 1 жыл процент төлеп жатсыз дейді. Сіз тиімсіз рефинансирование жасағансыз. Рефинансированиені қалай тиімді жасау керек? Ол туралы тиімді несие курсында мен бір сабақ бойы есептеп түсіндірем. Сіз просто тупо барып ала салдыңыз, ешқандай есептемедіңіз, скорее всего. Ондай жағдайда өзіңіз тиімсізін алып тұрсыз. Өзіңіздің таңдау. Жалпы біздің бойымыздағы бүкіл қарыз, кредиттер бұл біздің таңдауымыз. 8-ге дейін істейтін банкке жүгіріп барып ала саламыз, онлайн түрде ала саламыз, асығыстықпен үйге жақын орналасқан банкке барып ала саламыз. Немесе досымыз ана банктен алса, бізде сол банктен тиімді екен деп барып ала саламыз. Ал егер кішкене миды қосып, есептеп, құқығыңызды үйренетін болсаңыз, сіз әлдеқайда аз переплата жасайтын боласыз. Сонан звондайма, құжатыңызды ареске қоям деп. Жоқ, ол сон емес, коллектордан звондаған сізге. Микрокредитті ай төлеп, 6 ай төлей, 5 ай болды төленбей, енді айлық аресте түріне істеуге болады. Егер арест нотариустың исполнительный надписімен қойылған болса, атқарушылық жазбасымен, WhatsApp-қа жазып, аресті шешу сабағын үйреніп, отменять етуге мүмкіндігіңіз бар. Только ұзақ уақыт өтіп кетпесін. Аресті, свежий қойылған аресті шешу әлдеқайда оңай болады. Қалай білеміз, аресті нотариустың исполнительный надписімен қойды ма, немесе басқа жолмен бе? Просто аресті қойған жеке сот орындаушыға қоңырау шалып, немесе WhatsApp-на хабарласып сұрайсыз. Исполнительный надпис бар ма, нотариустың атқарушылық жазбасы бар ма деп. Егер бар десе, суретін сұрайсыз, сол құжатты ары қарай мына арест шешу сабағында үйреніп, отменять етуге болады. Жұмыста жылдық стажға қосылатын ақшаны қиып тастады, солай істеуге мүмкіндік бар ма? Егер сіз мемлекеттік мекемеде істеп жатсаңыз, стажды отменять етпеді, ол жерде стаждың оплатасын. Ал егер сіз жеке меншік мекемеде жұмыс істеп жатсаңыз, оның положение об оплате деген құжат болады, утвержденный положение, немесе правила об оплате, сонымен танысу қажет. Мүмкін өзгеріс енгізілген болар положениеге. Сонымен қатар договорды оқыңыз. Договорда әрбір стажға қосымша ақы төленеді деп көрсетілсе, онда ары қарай төленуі тиіс. Ал еңбек шартында сізде олай көрсетілмесе, ары қарай төлеуге міндетті емес. Альянс банкте қарызың бар дейді. Мен қарыз туралы справка сұрасам, Алматыға кел дейді. Алматыға бармай-ақ қойыңыз, менің парақшамда, Алматыға келмей-ақ қойыңыз. Өзім Алматыда отырмын ғой. Менің парақшамда ПКБ справкасын алу, сіздің атыңызға кредит, өзгелер кредит алған алмаған тексеру деген бір видео бар, ноябрь айында жүктеген болатынмын. Сол бойынша просто ЕГОВтан ПКБ-дан отчет алыңыз. Сол отчетта көрінеді, Альянс банкте қарызыңыз бар ма, жоқ па? Дауысыңыз жай шығып тұр. Барлықтарыңызға дауысыңыз жай шығып тұр ма? Қай банкте депозит проценті көбірек? Мен буквально өзім осы 3 күн бұрын ғана депозитке анализ жасадым. Әр банкте почти барлығы бірдей. Но основной условия қандай білесіз бе? Егер сіз мысалға 500 мыңды
ұзақ уақытқа салатын болсаңыз, сіз 13%-тен жоғары алуыңызға болады. Бұл жерде сіздің салатын суммаңызға байланысты депозиттің проценті, мерзіміне байланысты және пополнениеге байланысты. Крупный сумманы үстіне пополнение жасамай және частично снимать етпей ұзақ уақытқа қалдыратын болсаңыз, 13-14%-бен салуыңызға болады кез келген банкте. Ал егер де сіз мысалға айына 50 мыңнан салып отыратын болсаңыз, ондай жағдайда оның пайызы 8-9% болуы мүмкін. Орысша келген надписке қазақша жазуға болады ма? Мүмкіндігіңіз бар. Егер сіз орыс тілін түсінбесеңіз, сізге қазақша жазу ыңғайлы болса, жасай беріңіз. Ата-анасы қайтқанға барса, жұмыстан шығару заңды ма? Ата-анасы қайтып жұмысқа келмей қалған жағдайда ол кісі WhatsApp арқылы, телефон арқылы хабарлауы міндетті еді. Осындай отбасылық жағдай болған. Негізі сіз сол жұмыстағы коллективный договор деген бар. Коллективный договор қазақшасы ұжымдық шарт. Сол ұжымдық шартты оқыңыз. Мысалға, мен қызмет көрсететін компанияларда біз ұжымдық шартқа мынадай условияны қостық. Үйлену тойына баласы дүниеге келген кезде және жақын туысы қайтыс болған жағдайда жұмысшыға біз 5 календарный күнге демалыс береміз. Вот, например. Және осындай условиялар көптеген компанияда қарастырылған. Сол үшін ұжымдық шартпен танысын, ұжымдық шартта мүмкін көрсетілген болар, жақын туысы қайтыс болған жағдайда демалыс беріледі деп. Жалпы ата-анасы қайтыс болған түсінемін, ол оңай емес, дегенмен жұмысында біреуге хабарлауы тиіс еді. Осындай себеппен мен жұмысқа келе алмаймын деп. Бір. Екіншіден, енді ата-анасы қайтыс болғанда қанша күнге, смотря, важно, қанша күнге ол жұмысқа келмеді. Егер 1 апта, 2 апталап жұмысқа келмеген болса, онда әрине ары қарай жұмыстан шығаруға құқығы бар. А примерно 2-3-5 күн, это уже понятно. Жако 85-24-02, күйеуім қарыз алып еді, 14 жыл өтіп кетті. Альянс банктен қарыз алып еді, 14 жыл қалай? Күйеуім бұрын Альянс банктен кредит алып төлемей қойған, 300 мың, 14 жыл өтіп кетті. Бір әйел звондап, айына 25 мың керек деп звондап, 5 ай төледік. Осы кредит туралы мәліметті қайдан көрсек болады? Жаңа жоғарыда мен жауап бердім. Парақшамда ПКБ справкасын алу туралы видео бар, сол видеоны көріңіз, сол жерден алыңыз. Справканы күйеуіңіздің атына. Ипотеканы қалай тиімді жабуға болады? Тиімді несие сабағындағы амалдарды қолданып тиімді жабуға болады. Ипотекасын тиімді жапқан оқырман 8 миллион 200 мың теңге үнемдеді. Өткенде ғана бір кісі жазды, 7-20-25-тен біз 136 мың үнемдедік деп. Осыған дейін бізде жаз айында 2,5 миллион үнемдеген адам бар. Әркім әртүрлі үнемдеп жатыр, өзінің әрекетіне байланысты, табысына байланысты және ипотекасының мерзіміне байланысты. Тиімді несие сабағына қатысып, сіздің де үнемдеген мүмкіндігіңіз бар. РБК кредит бермейміз дейді, бізден айлық алмасаң бере алмаймыз дейді. РБК-ның құқығы бермейді, онда басқа банктен барып алыңыз. Элементарно сізге, кез келген банк сізге кредит беруге міндетті емес. Неліктен? Себебі қазір көптеген банктердің кредитный политикасы өзгеріп жатыр. Мен неліктен сіздерге кредит алсаңыз кез келген банктен емес, тиімдісін таңдап алыңыз деймін. Банктер уже сразу политикасын өзгертті. РБК неліктен тоқтатты? Жусан тоже өзгертті условиясын. Жусан даже тоже РБК сияқты өзгерткен болатын, тек қана өзіміздің зарплатниктерге береміз деп. Кейін Жусан кішкене үлкейті, 1 миллион барлығына беріледі, в смысле барлығына емес, тексеріп беріледі, даже если зарплата алмайтын болсаңыз да. Ал одан көп сумманы тек зарплатниктеріне береді өздерінің. Неліктен? Себебі әлемдік кризис. Мысалға, РБК банктен зарплата алатын адамның кредитін ай сайын РБК банк зарплатасы түскен кезде ұстап қалып отырады. Ал басқа банктен зарплата алатын адамның артынан жүгіріп жүреді ғой, қашан кредит төлейсің деп. А банк ондай жағдайда әлемдік кризисте просрочка көп болған жағдайда ол банкрот болуы мүмкін. Сол үшін банк әрине өзінің қамын ойлайды, ол дұрыс. Бұл қаржылық сауаттылық деп аталады. Сол үшін сіздер де қаржылық сауаттылықтарыңызды арттырыңыздар, кез келген банкке бара бермей.
Қайнағанның кредиті бар еді, інісінің үйін арестке қоя алады ма? Жоқ, қоя алмайды. Сұрақты жеке парақшаңызға жазсақ болады ма? Жоқ, WhatsApp-қа жазыңыз, дайректте жауап бермеймін. Сұрақтарыңыз қайталанып жатыр екен, достар. Күйеуімен заңды некеде жоқпыз, жұмыс жасамайды, алиментті қалай төлейді? Балаға алимент өндіру деген курста заңды некеде бола тұра алимент өндіруді және тіпті заңды некеде болмай баланың туу туралы куәлігінде әкесі деген жерде әкесі көрсетілмеген жағдайда қалай алимент өндіруді от үйде үйретемін. Балаға алимент өндіру деген курсты мына WhatsApp-қа жазып сұраңызшы. Ол жерде 15 видео сабақ бар, 15 өтініш үлгісі бар. Осының барлығын қолданатын болсаңыз 1000% алимент өндіріп аласыз. Даже если сізде ЗАГС, сіздің отбасыңыз некеңіз ЗАГСте тіркелмеген болса да. Жеке консультация қабылдайсыз ба? Иә, қабылдаймын. Сұрағыңызды WhatsApp-қа жазыңыз, WhatsApp-та менеджер жауап береді сізге. Енем 20 лет платит кредит, потребительский брала 1 миллион 800 тысяч. Ё-моё, извиняюсь, темасы зачерен дедім. 1 миллион 800 мыңды 20 жыл төлеп жүр ма? Вы уверены? Global Trend VC Ақтөбе. Туран Алимбанк деген давно жабылып кетті ғой. Банки менялись, закрывались, но до сих пор осталось около 900 тысяч теңге. Так, ну енеңіз түсінеді ма, түсінбейді ма білмеймін, мен тиімді несие сабағымда. Сіз өзіңіз қатысып, хотя бы тиімді жабу керек. Просто у вашей енешки был самый-самый невыгодный кредит, которого я вообще в жизни видела. Если она реально платила 20 лет прям. Тиімді несиеге не үшін қатысу керек? Осылай 20 жыл бойы кредит төлемеу үшін. Тиімді несие деген не? Тиімді несие деген кредит алғанда тиімдісін алуды үйрететін курс. Кредитті алып қойған болсаңыз уже төлеу барысында қалай, қанша теңге, қай жерден қалай үнемдеуге болады, осыны үйрететін курс. Төменде Гүлмира Қарасай нәтиже дегенді көрдіңіздер ме? Осы парақшаға кіріп, тиімді несие курсына қатысушыларының нәтижелерімен танысуыңызға болады. Егер кредитіңіз бар болса, тиімді жабуды үйренуіңізге болады. Бағың жансын, әумин. Жеке консультацияға қалай жазылуға болады? Төменде WhatsApp номер тұр ғой. Тиімді несие марафон қашан болады? Бану 110-887. Тиімді несие марафон емес, шатастырмаймыз. Тиімді несие курс, тереңдетілген курс. Ал марафон төмендегі тұрған, ол мақсатыңа жет марафоны. Мақсатыңа жет марафоны 20 желтоқсан басталады. Тиімді несие курсының құнын WhatsApp-қа жазып біле аласыздар, ал марафонға қазір алғашқы 500 адамға тіркелу 990 теңге. Сразу қайталап айтам, пожалуйста, марафон мен тиімді несиенің программасын шатастырмаңыздар. Ертең 990 теңгенің марафонына келіп, тиімді несиенің программасын сұрап отырмаңыздар. Окей, түсініп алыңыздар. Марафонның программасы менің парақшамда соңғы посттың астында жазылып тұр. Әскерге кеткен адамды туыстарынан заявление алдырып, 1 жылға 5 сохранение зарплаты, отпуска оформить ете аламыз ба? Туыстарынан заявление емес, скорее всего, справка алдырасыз военкоматтан. Екіншіден заявлениені өзі жазып жібере алмайды ма? Сонда әскерде WhatsApp жоқ па, электронды почта жоқ па? Әскердегі тоже, ол әскердегі адам телефон бар, скорее всего, өтінішті жазады, сол жерде жұмысында әскер бөлімде электронды почта бар, сол арқылы сізге жібереді и все. Біреу үшін біреу өтініш жаза алмайды. Машинадан штраф түссе, Каспийде судисполнительдер сразу жауап тастай береді, постоянно не үшін? Не сразу жауап тастамайды? Алғашқы 7 күні сіздерге 50%-ын ғана төлеу үшін мүмкіндік береді. СМС келеді, төлеңіз деп. Өтірік. Просто өзімде кейде штраф шығады ғой. Алғашқы 7 күнде 50%-ын ғана төлеп құтыла аласыз. Например, штраф сізде там 7 МРП болса, сіз оның тең жартысын 3,5 МРП-сын төлеп, бастапқы 7 күнде төлейтін болсаңыз, 3,5 МРП-сын ғана төлейсіз. Чисто 50%-ын, қалған 50%-ын сізіп тастайды. И ол туралы сізге обычно СМС келеді телефоныңызға. Машинаны тіркеген кезде қай номеріңізді бердіңіз?
автоцонда, сол номерге смс келеді. Егер сіз сол дер кезінде төлемесеңіз ғана одан кейін штраф келеді. Просто хотя бы Каспиге кіріп штрафы деген бөлімді 2-3 күнде бір тексеріп тұрсаңызшы, сонда 50%-ын ғана төлеп құтылатын боласыз. Ал тексермейтін болсаңыз, жеке сот орындаушы арест қояды, 100% штрафты төлейсіз, плюс жеке сот орындаушының қолақысын төлейсіз. Шашыңызға не болған? Ештеңе болған жоқ шашыма. Ер адам сұрап жатыр осы сұрақты. Микрозаймға артық процент төлеме курсыңызға қатысып, қарызды тиімді жаптық дейді. Супер. Неге түспей қалды? Все. Пенсионное накопление қалай ипотека жабуға болады? Ол правила әлі қарастырылды. Менің парақшамда соңғы постты оқыдыңыз ба? Но мне реально обидно, что сіздер бұрынғы посттарды оқымайсыздар, бір сұрақты қайта-қайта қоя бересіздер. Так не пойдет. Онда қалай дамисыздар сіздер? Буквально 2-3 күн бұрын ғана пост жаздым ғой. Правила қарастырылып жатыр егов порталында 22 желтоқсанға дейін деп. Кішкене көздеріңізді ашып, оқысаңыздар, ізденсеңіздер, тек алма піс аузыма түс деп отыра бермей. Сабақ қанша? Марафон, достар. Марафон мақсатыңа жет деп аталады. Это марафон по целеполаганию дейді қазақ тілде. Егер сіз өміріңізді өзгерткіңіз келсе, қазіргі өміріңіз өзіңізге ұнамаса, хоть қарыздан құтылу болсын мақсатыңыз, немесе баспана алу, отбасын құру, кез келген мақсатқа жету үшін оған арнайы жұмыс істеу керек. Армандап жата бергенде сіздің арманыңызды біреу орындамайды. Сізді біреу жетелеп, сіз мысалға керемет бір үй алғыңыз келеді Нұрсұлтаннан. Бірақ ешкім сізді арқасына салып, сол Нұрсұлтанға алып барып, сіздің армандаған үйіңізге отырғызып қоймайды. Оның барлығын өзіңіз ғана жасайсыз. Сол үшін біз оған арнайы жұмыс істеуіміз қажет. Мақсатыңа жет марафонында мақсатқа жету үшін, мына А точкасынан Б точкасына жету үшін қандай қадамдар жасайсыз? Ол жерде депрессияға, стресске түсіп кетпеу үшін қалай біз дұрыс приоритет қоямыз? Осының барлығын үйренетін боласыздар. Давайте мен мұнда сіздерге бір сұрақ қояйыншы. Жаңа жылда қандай өзгерісті қалайсыз? Мұнда жазыңыздаршы маған қазір. Кім жаңа жылда қандай өзгерістерді қалайды? ЧДП деген не? ЧДП дегеніміз кредитті төлеу барысында қолданылады. Тиімді несие сабағында дұрыс жасауды үйрене аласыз. Түбегейлі кредиттен құтылу. Окей. Жаңа жылда қандай өзгерісті қалайсыз? Қалауымыз көп. Сол қалауыңыз көп болса, мысалға сіз көптеген бүкіл қалауыңыз, мысалға сіздің 50 қалауыңыз бар, 50 мақсатыңыз бар, немесе 50 арманыңыз бар дейік. 50 арманның барлығына бірден үйден шығып кетіп жүгіре алмайсыз ғой сіз, иә? Значит, біз дұрыс приоритет қою керек. Жақсы жұмысқа тұру, жить без долгов, собрать деньги на дом. Алдыма қойған мақсатыма жету, шетелдік журналға мақаламды шығару. Жеке кәсібімді ашу, көлік алу дейді. Супер. Только ер азаматтар көлікті автокредитпен алмай ақша жинап алыңыздаршы, хотя бы сіздердің енді бізге қарағанда күш-қуаттарыңыз көп қой, там қосымша жұмыс істеп, ақша жинап дегенде. Кредитсіз қарыз алу, қарыздан құтылып отыру. Супер. Басым көпшілігі қарыздан құтылғысы келеді. Что-то маған барлығы қарыз барлар ғана жинап алған еді ме? Қалжың ғой, баспаналы болғым келеді. Окей, достар, өз бизнесім болса, супер, үй алу. Жұмысқа тұрып, әке-шешеме ақшалай көмектесіп тұрғым келеді. Ниетіңіз жақсы. Қарызсыз өмір сүру, кредитімнен құтылу, табысымды көбейту. Достар, қараңыздар, дәл осы сияқты менің де келесі жылға қойған армандарым бар.
мен бірінші оны не істедім, мен армандадым, одан кейін мен оны мақсатқа айналдырдым. Неліктен? Егер біз просто диванда армандап, жатар кезде армандап жата беретін болсақ, таңертең тұрып Құдайдан сұраймыз, тек осылай жүре беретін болсақ, біреу келіп біздің арманымызды орындап бермейді. Немесе сіз белгілі бір арманыңызды бірнеше жыл бойы армандап жүре беруіңіз мүмкін, және бірнеше жыл бойы, мысалы оған 5 жылда жетуіңіз мүмкін, жайлап қана, тасбақа сияқты. Немесе нақты мақсат қылып қойып, осы өзіңіздің қалауыңызды, ол мақсатқа арнайы программа жасап, жол картасын жасап, нақты жүріп жетуіңізге болады. Мен бұны 2018-ден бері практиковать етем. 17-де бастадым, 17-де алғаш кішігірім, просто бастапқыда сенбедім мен. Жете алам ба бұл мақсатыма дегенде, 2017-де. 2018-де уже оның, былайша айтқан кезде кайфына кіріп дейді ғой, уже 2017-де мақсатыма жеткендіктен 2018-де мен көбірек мақсат қойдым. Ары қарай 2019-дың мақсаты, енді 2020-ның мақсат. 2020-да мен 10 мақсат қойдым өзіме. Аллаға шүкір 9-на жеттім. 9-шысы почти что жеттім деп айтуға болады, жарты жолда. Бір мақсатты алып тастадым, себебі не актуальны болды ол. 2021-ге мен енді өзіме Аллаға шүкір 50 мақсат қойып отырмын. Әлі де өзгертпедім. Өткенде айтқам, бөліскен болатын, может азайтам ба 30-ға деп, что-то азайту ойым жоқ. Неліктен? Себебі біз мақсатты нақты қойып, оған арнайы формула жасаған кезде ғана, және соған сознательно дейді ғой, саналы түрде әрекет еткенде ғана ол мақсат тез орындалады. Біз айтамыз кейде, 7 жыл бойы квартирада жүрміз, сандалып, әлі үйіміз жоқ. Неліктен? Мүмкін сіз квартира алғыңыз келмейді деп сұраймын. Жоқ, алғым келеді дейді. Сіз 7 жыл бойы қандай әрекет еттіңіз? Сол алуға тырысып жүрміз ғой, біз әлі арендада жүрміз. 7 жыл бойы жүр. Ал егер өзіне, орташа, мысалға, Алматының орташа жалақы алатын тұрғыны дейікші, мысалға 150 мың теңге жалақысы примерно, әйелінікі 150 мың, өзінікі 150. Егер өзіне нақты мақсат қоятын болса, 7 жыл бойы квартирада сандалып жүрмей, 3 жылда баспана алуына мүмкіндік бар. Егер бар күш жігерін салып, осыны мақсат етіп қоятын болса өзіне. То есть кез келген мақсатқа тез жету үшін оны арман күйінде қалдырмай, мақсат ретінде алып, онымен жұмыс істеу қажет. Егер өздеріңіздің мақсаттарыңызға жетемін, жаңа жаздыңыздар ғой көпшілігі, қарыздан құтылу, баспана алу деп. Жаңа жылда болатын өзгерісті сіздер өздеріңіз жасайсыздар. Сізге біреу келіп жасап бермейді. Реально біреу, қашан көрдіңіздер Қазақстанда біреуге баспана сыйлаған? Қандай да бір спорт шебері немесе әнші болып шетелге барып орын алып келмесеңіз. Сол үшін өз мақсаттарыңызға өздеріңіз ғана жетесіздер. Именно мақсатыңа жет деген марафонның программасы осыған арналған. Программа парақшамның жоғары жағында тұр, сонымен қатар соңғы посттың астында тұр. Бұл марафонға тіркелетін алғашқы 500 ғана адамға, уже біз бүгін санап есеп шығарамыз, 500 адамға жақындап қалды. 500 ғана адамға марафон құны скидкамен 5000 теңгенің орнына небәрі 990 теңге. 990 теңге бұл тек қана алғашқы 500 адамға. Бүгін уже есептеп шығарамыз, бүгін 500 адамға толады, скорее всего. Ары қарай марафон құны скидкасыз болатын болады. WhatsApp-қа жазасыз төменде. Сондықтан алдағы жылы өз мақсаттарыңызға жетемін десеңіз, өміріңізді өзгертемін десеңіз, марафонға тіркеліп үлгеріңіздер. Себебі 500 адам толған соң ары қарай 990 деген цена болмайды. Бұл марафон арнайы приложениеде өтетін болады. Арнайы видео сабақтар беріледі. Видео сабақтар мен тапсырмалар орындайсыз. Менің әрбір сабақтарым 15-20 минуттан қысқа, нақты, пайдалы болады, түсінікті болады, білесіздер. Мақсатыңызға жетемін десеңіз, міндетті түрде осы марафонға қазір ілігіңіз, себебі бір-ақ рет өтеді. Үнемі ай сайын қайталанбайды бұл. Бір-ақ рет өтеді. Ары қарай уже мен сізге полностью инструкция берем, сонымен жұмыс істеп көресіз. 2021 жылы әлі маған хат жазатын боласыз. Алдыма қойған мақсаттарым орындалды деп. Сұрақ жауапқа қатысқандарыңызға рахмет. Қазір 1 сағат болды ровно. Мен қазір мұны сақтап үлгерім керек, себебі 1 сағаттан артық болса эфир сақталмай қалады. Тікелей эфирдің төменіне міндетті түрде эфир сізге пайдалы болды ма, жоқ па, өз пікіріңізбен бөлісіңіз. Және пайдалы болса, бұл эфирді өздеріңіздің туыстарыңызға, таныстарыңызға, жанашырларыңызға жіберіңіздер. Олар да өздерінің құқықтық қаржылық сауаттарын ашсын, және жаңа жылда өз мақсаттарына жетсін деген ниетпен. Сау болыңыздар.